Сәлем достар. Қадыр Мырза Әлидің өзі айтып өткен Кіші ақын жазушылар одағы туристік мекен, табиғаты керемет тарихи өлке Байғанинмен таныстыратын боламыз. Байғанин ауданы 1928 жылы Табан ауданы болып құрылды. Кейіннен 1940 жылы ауданға халық ақыны Нұрпейіс Байғаниннің есімі берілген болатын. 23 мыңға жуық тұрғыны бар бұл аудан 24 елді мекеннен 9 ауылдық округтен тұрады. Кіші ақын жазушылар одағы аталған бұл өңірден сол кездері бір мезетте 28-ге жуық ақын жазушылар шыққан болатын. Бәкір Тәжібаев, Өтежан Нұрғалиев, Сағыз Жиенбаев сынды ақын жазушылар, Қажығали Мұхаммедқалиұлы, Мәди Айымбетов тәрізді қаламгерлердің кіндік қаны тамған жер. Аққұм Сағыз, Ақтолағай, Ақбота Сәңкібай, Доңызтау секілді табиғаттың таңғажайып туындылар бар бұл елді мекенге келіп жатырған туристердің де қарасы көп. Құтты бір сафари тектес. Аққұм Сағыз елді мекенінің астында қазыналы екі қала орны бар деседі. 7 жұрт көшкен. Қазіргі мекен 8-ші жұрт делінген ақпарат бар. Ақтолағай бұрынғы теңіз орны деседі. Бір кездері теңіз түбі болатын. Сондықтан да дәл осы жерлерде тасқа айналған ұлылардың, теңіз кірпілерінің және басқа да тіршілік еткен теңіз қалдықтарын табуға болады. Айта берсек, ауданымыздан шыққан ірі тұлғалар да, елді мекендер туралы аңыздар да жетерлік. Осындай керемет табиғаты мен тарихы терең, бұл менің өлкем.